Recording in progress. Көрініп тұр ғой. Иә, көрініп тұр. Жалпы антибиотиктер ол негізі тірі жасушалардан алынған тіршілік өнімдері. Олар микроорганизмдер мен ісіктерді таңдамалы түрде тежейді, зақымдайды. Бұлар қазір шығып жатқан антибиотиктер сол табиғи антибиотиктердің аналогтары ретінде шығарылады. Және бұлардың ерекшелігі, бұлар адам организміндегі тіндерге емес, именно тек қана микроорганизмдердің жасушаларына қарай ғана әсер етеді. Сонымен қатар бұларда тұрақтылықтың қалыптасуы мүмкін, және микрофлораға да тежеуші әсер беруі мүмкін. Яғни антибиотиктер негізі ашылуына келетін болсақ, ең алғашқы антибиотик ол пенициллин. Пенициллинді ол кәдімгі саңырауқұлақтан алған, ол табиғи түрде кездесетін антибиотик. Сондықтан да бұл тірі жасушалардың тіршілік ету өнімдері. Олар басқа микроорганизмдерді өлтіретін қасиеті бар. Сондықтан да оларды антибиотиктер деп атаған. Енді ең алдымен осы антибиотиктердің қалай тиімді тағайындау керек, осыған тоқтала кетейік. Бұл антибиотиктер тиімді тағайындауда ең алдымен ол науқастың аурудың клиникасын, науқастың жасын, қосымша патологияларын ескере отырып антибиотиктер тағайындау керек. Сонымен қатар бұл сол қоздырғышқа сезімталдығы бар ма жоқ па, соны анықтап алу қажет. Оны қалай анықтайды? Біз алдымен микробиологияда өткен жарыстар арнайы бір агарға сол микроорганизмдерді қондырады, өсіреді сол микроорганизмдерді. И соған қасына антибиотиктің таблеткаларын қояды. И оны бір 24 сағатқа қойып қояды. Одан кейін 24 сағаттан кейін алып қарағанда, егер антибиотиктің жан-жағындағы жаңағы микроорганизмдер өлген болса, көбірек өлген болса, яғни ол антибиотиктер ол организмді өлтіре алады деген тұжырымға келіп, ол антибиотикті біз науқасқа бере аламыз. Және де аурудың клиникалық ағымына, антибиотик фармакокинетикасына және оларды оңтайлы түрде организмге енгізу тәсілдерін қолдану керек. Кейбіреулер парентеральды, кейбіреулер энтеральды жолмен дұрыс жақсы енеді. Және де олардың енгізу курсы 7-10 күннен аз болмауы қажет және үзіліссіз болу керек. Өйткені бұндай болмаған жағдайда антибиотиктердің резистенттілігі дамып кетуі мүмкін. Мысалы, қазір таңда ғалымдар көп осы антибиотиктер резистенттілік өте қатты дамып жатыр деп айтады. Не үшін? Өйткені адамдар антибиотиктер дұрыс қолданбайды. Өйткені 3 күн қолданады да, бір әсер басталғанда оны қолданбай тастап кетеді. Содан кейін келесіде қолданғанда уже антибиотиктер оған резистентті болады. Ол жаңағы микроорганизмдер ол антибиотикке резистентті болады, яғни оған уже қабылдамайтын болады. Сондықтан да антибиотиктер қабылдағанда 7-10 күн және үзіліссіз қабылдау керек. Және де осы резистенттілігінің алдын алу үшін антибиотиктерді максималды терапиялық мөлшерде қабылдау қажет. Одан кейін антибиотиктердің жаңа мәселелеріне әсер ету механизмдерін тоқталмай тұрып, антибиотиктердің барлығын тудыратын жаңа мәселелеріне жалпы тоқталып кетсем, бұлар ең біріншісі аллергиялық реакциялар. Олар көбінесе пенициллиндер тобы жиі тудырады. Ол әртүрлі ісіну болсын, қышыну, есек жем, күйіңке ісіну болсын, бүкіл осы аллергиялық реакциялардан бүкіл антибиотиктер ішіндегі пенициллиндер ең көп тудырады. Одан кейін микроорганизмдердің антибиотиктерге резистенттілігі.
бұл патогенді микроорганизмдердің осы антибиотикке тұрақтылығының болуы, яғни ол арнайы өзіндік механизмдерге байланысты. Ол мысалы микроорганизмдер ол антибиотиктердің кодын өзіне жазып алады дағыны РНК-сына, и келесі келгенде оған өзі сезімтал болмай қалады, немесе өзінен белгілі бір ферменттер бөледі. Мысалы бета-лактамаза деген фермент бар, оған қазір тоқтала кететін боламыз. Сондай ферменттер бөледі дағыны микроорганизмдер керісінше антибиотиктерді ыдыратып жібереді. Одан кейін бактериолизис, микробтар мембранасын бұзатын антибиотиктердің жоғары мөлшерін енгізген кезде организмнің отты реакциясының дамуы. Бұл нәтижесінде бактериялықтардың көп мөлшері қанға бөлінеді. Бұл бактериолизис ферменттері, мысалы бізде грамм теріс және грамм оң бактериялар бар. Грамм теріс бактерияларға егер жоғары дозада қатты беріп жіберсек, олардың сыртындағы фосфолипидтері эндотоксин болып қанға бөлінеді. Осының әсерінен бізде әртүрлі жанама әсерлер келіп шығады. Одан кейін бізде антибиотиктердің тағы бір жанама әсері ішекте болатын қалыпты микрофлораны бұзады. Осы негізі мынау нормаль микрофлораның жұмыстары. Осы егер қалыпты микрофлора бұзылса, осы бүкіл жұмыстар ішекте сіңірілетін бүкіл іс-әрекеттер бұзылады. Кейінгісі және осы процесті ол дисбактериоз деп атайды. Дисбактериоз жәнедегі ішектегі қалыпты микрофлорасын бұзылуы. Осыған байланысты көптеген кандидоз, суперинфекциялар және витаминдер алмасының бұзылуы келіп шығуы мүмкін. Одан кейін антибиотиктердің отты әсері. Антибиотиктер нейро, нефро, гемато, аутотоксикалық және басқа да әсерлері бар. Олар әртүрлі тосқаулар арқылы тератогенді әсер көрсетеді, немесе әртүрлі тосқаулардан өтіп белгілі бір мүшелерді зақымдайды. Енді антибиотиктердің жіктемесіне келетін болсақ, бұлар химиялық құрылыс бойынша бета-лактамды антибиотиктер, аминогликозидтер, тетрациклиндер, макролидтер, одан кейін қалғандары көбінесе синтетикалық антибиотиктер болып табылады. Ал антибиотиктердің енді жалпы бөлінісі ол бактерицидті және бактерицитикалық болып бөлінеді. Бактерицидті дегеніміз ол антибиотиктер ол микроорганизмнің өлуіне алып келеді. Бірден өлтіреді, барып тікелей өлтіреді бактерицидті препараттар. Ал бактерицитикалық препараттар ол микроорганизмдердің көбеюін тежейді. ДНК-сын, РНК-сын тежейді, ол жердегі нуклеин қышқылдарын тежейді. Сол арқылы олар арғай көбеймейді дағыны организмге отты әсер көрсетпейді. Егер қаншалықты мысалы бактерицидтік бірден өлтіріп тастады, ал бактерицитикалық оның ішіндегі ДНК-сына және көбею аппаратына әсер етеді дағыны олардың көбеюінің алдын алады. Осыған байланысты бұлар бөлінеді. Бактерицидтік әсер көрсететіндер олар пенициллиндер, цефалоспориндер, әртүрлі рицамицин, вакамицин деген антибиотиктер. Бактерицитикалықтар олар жәнедегі ауыл және нуклеин қышқылдарын түзілуін тежейтін препараттар, тетрациклин, макролидтер, хлорфениколдар тағы басқа жатады. Енді антибиотиктер әсер ету механизмі бойынша жіктеледі. Олар ағуыз синтез ингибиторлары. Ағуыз синтез ингибиторлары не үшін керек? Мысалы, және көбею үшін керек. Біз білеміз, рибосома бар, оларда ядро болады, кейбіреулерінде ядро болады, и олар көбею үшін рибосомада ол ағуыз синтезін істейді. Ал осы ағуыз синтез ингибиторлары антибиотиктердің өсуін тежеп тастайды. Одан кейін нуклеин қышқылының синтезі, яғни ДНК, РНК-ның синтезін тежейтіндер. Одан жасуша қабырғасының синтезін тежейтіндер. Одан жасуша мембранасын тұтастығын бұзатын заттар. Одан фолий қышқыл синтезінің ингибиторлары жатады. Енді мынандай сұрақ туы мүмкін, жасуша қабырғасы мен жасуша мембранасы дейміз не?
жасуша қабырғасы дегеніміз мына сыртында тұрған ол тек қана осы микроорганизмдерге ғана тән. Қалыпты мысалы адамның жасушаларында мұндай жасуша қабырғасы болмайды. Бұлар арнайы өзін қорғау мақсатында осындай жасушаның қабырғасын түзеді. Ал жасуша мембранасы ішінде орналасады. Ол яғни бүкіл жасушаларда бар, кәдімгі адамның жасушаларында да жасуша мембранасы бар. Бірақ жасуша қабырғасы тек қана микроорганизмдерде болады. Және де осыған байланысты бөлінеді. Мысалы жасуша қабырғасына синтез ингибиторлар болады. Пенициллиндер, цефалоспориндер, карбамазиндер, монобактамдар. Бұлар өте көп кездеседі. Золотой стандарт ең көп қолданатын осылар. Одан ауыз синтез ингибиторлары, нуклеин қышқылы ингибиторларын жататын препараттар алдарыңызда тұр. Бұлардың көбісі негізі резервтегі препараттар. Енді антибиотиктердің әсер ету спектріне байланысты бөлінеді. Ол тар спектрлі және кең спектрлі. Ол түсінікті шығар. Тар спектрлі деген тек қана бір ғана микроорганизм немесе грамм 10 грамм теріс флораға ғана әсер етеді. Ал кең спектрлі дегеніміз бүкіл грамм 10 болсын, грамм теріс болсын, бүкіліне әсер ететін антибиотиктер кең спектрлі антибиотиктер деп атаймыз. Біз мысалы егер нақты науқаста қандай микроорганизммен ауырып жатқанын білмесек, біз басында міндетті түрде кең спектрлі антибиотиктер береміз. Одан кейін анық болғанда ғана тар спектрлі антибиотиктерді тағайындаймыз. Одан кейін сіздерге айтып өтетін грамм 10 және грамм теріс бактериялар. Олар мысалы грамм 10 емес теріс деп аталған себебі грамм 10 грамм әдіспен бояғанда қызғылт түске, грамм теріс көк түске боялады. Және де олардың құрылысында ерекшелік бар. Мысалы мынау цитоплазмалық мембрана жеңілдегі. Одан кейін бұлардың сыртында міне жасуша қабырғалары бар, өзіндік қабырғалары бар. Мынау грамм 10-да жасуша қабырғасын құрайтын зат ол пептидогликан. Екеуінде де пептидогликандар бар. Мынау осы пептидогликан. Осыны есте сақтаңыздар, қазір осының ерекшелігіне тоқталатын боламыз. Одан кейін пептидогликандар грамм 10 бактерияларда өте көп, 40-60 одан да көп болуы мүмкін. Ал грамм терісте ол азырақ, чем грамм 10-мен салыстырғанда, бірақ оларда да бар. Ал одан кейінгісі грамм теріс бактерияларда оларда екі мембрана болады. Біріншісі және цитоплазмалық мембрана, екіншісі сыртқы мембранасы. Сыртқы мембранасы ол арнайы фосфолипидтер құрайды. Липопротеидтер, липополисахаридтер құрайды. Осыған байланысты грамм теріс бактериялар екі мембранадан тұрады. Олардың арасында пептидогликандар бар. Ал ол екеуін қосатын заттарды пориндер деп атайды. Порин каналдары арқылы олар ішкі мен сыртқы денелерін байланыстырып отырады. Осы және де грамм теріс бактериялардың ерекшелігі, тағы бір ерекшелігі осы арасында, ішкі мембранасы мен сыртқы мембранасының арасында периплазма орналасады, яғни аралық плазма. Осы жерден бізде бета-лактамаза деген фермент бөлінеді. Ол ферментке қазір тоқтала кететін боламыз. Жалпы түсіндіңіздер деп ойлаймын. Арғай жалғастырайық. Енді бізде бірінші топ ол пенициллиндер немесе бета-лактамды антибиотиктер. Неге бұлар бета-лактамды деп атаған? Өйткені бұлардың құрылысында цефалоспориндердің, пенициллиндердің, карбамазиндердің, макролидтердің бүкіл құрылысында ұқсастық бар. Яғни бета-лактамды сақинасы бар. Мына жерде қалып кетті ол, бірақ құрылысы бір-біріне ұқсас, яғни әсер ету механизміне ұқсас. Олар әсер ету механизмі ол жасуша қабырғасының бүтіндігін бұзу. Яғни жасуша қабырғасын бұзуда құрап тұрған не? Яғни пептидогликандар. Осы пептидогликандардың қалыпты мөлшерін бұзады. Ол қалай бұзады? Негізі
бактериялар үнемі жасуша қабырғасын бұзып қайтадан жасап жаңалап отырады, яғни және олар сол жасау үшін, қайта жасау үшін арнайы транспептидаза деген ферменттерді қолданады. Ал пенициллиндер именно осы транспептидаза деген ферменттерге бірге әрекеттесіп, осылардың жұмысын бұзады. Осы яғни транспептидаза ферментінің жұмысын бұзса, бізде пептидогликандар түзілмейді. Пептидогликандар түзілмесе, жасуша қабырғасының бұзылуына алып келеді, және жасуша қабырғасының бұзылуы ол жасушаның өліміне алып келеді. Яғни және пенициллинді осы транспептидазалармен байланысуын оны пенициллинді байланыстыратын ақуыздар атқарады. Және де транспептидазалар не үшін тек қана пенициллиндермен байланысады деген сұрақ туындауы мүмкін. Өйткені олар негізі қалыпты жағдайда микроорганизмдер транспептидазалар, мысалы мына жерде пептидогликандар бар, осылардың арасын қосып тұрған олар транспептидаза ферменттері. Транспептидаза ферменттерінің өзі қалай қосады? Олар аланин деген фермент нәруыз арқылы қосады. Аланин осы фермент осы нәруыз арқылы қосады. Ал пенициллиндердің құрылысы осы аланин ақуызына ұқсас. Сондықтан да транспептидаза пенициллиндерді аланин деп ойлап қалады, осылар байланысып кетеді. Байланысып кеткеннен кейін ол осы ферменттің инактивациясы болады, яғни ол транспептидаза фермент әсер етпей қалады. Осыдан кейін пептидогликандар бір-бірімен байланыспай қалады. Ол байланыспай қалса, қабырға жасау бұзылады. Осыдан бастап автолиз болады. Содан бастап жасуша қабырғасының ыдырайды, содан жасушаның өліміне, яғни бактерицидтік әсер етеді. Барлық бета-лактамды антибиотиктер осы механизмге ұқсас. Одан енді бұл әсер ету механизмін айттық. Пенициллиндерге жалпы кішігірім тоқталып кетсек, олар табиғи және синтетикалық бөлінеді, жартылай синтетикалық көп бөлінеді. Одан кейін басында бұларды зең саңырауқұлағынан алынған, оттылығы төмен, сондықтан да пенициллиндерді жүктілік кезінде тағайындауға болады. Бірақ бұлардың бір минусы аллергиялық реакцияларды өте жиі дамытады. Қышқылды ортаға тұрақсыз. Басында бензин, пенициллин, натрий тұзын кеңінен қолданған. Одан кейін микробтардың бета-лактамазаның әсерінен тұрақсыз. Бета-лактамаза не екенін тағы айтамын. Әсер ету ұзақтығы жеткіліксіз, 3-4 сағат қана, және әсер ету спектрі тар. Көбінесе грамм плюс, грамм 10 бактериялар ғана әсер етеді. Пенициллиндер бұлар бөлінеді. Пенициллинге тұрақты антистафилококкты заттар. Алдымен біз неге тоқталсақ, бета-лактамаза, қазір қайтадан келемін. Бета-лактамаза дегеніміз бұл бактериялық ферменттер, яғни микроорганизм жайлы айттық қой, резистенттілігін сақтау үшін, яғни тұрақтылығын сақтау үшін осы нелерге қарсы заттар бөледі, антибиотиктерге қарсы заттар бөледі. Олар осы бета-лактамаза деген фермент, оны бактериялар бөледі. Осы бактериялардан бөлінген осы бета-лактамаза немесе пенициллаза деген ферменттер, ол антибиотиктер ыдырап тастайтындығына, яғни ешқандай әсер көрсетпей қалады. Бұл көбінесе грамм теріс бактериялар бөледі, және алтын түсті стафилококктар бөледі. Және осыдан пенициллиндер, кейбір цефалоспориндер ыдырап кетеді. Енді бізде мына препараттар бар. Осыған кішкене тоқталып кетейік. Бұлар біріншісі стафилококкқа қарсы пенициллиндер. Оларға ацетилин мен
диклоцицилиндер жатады. Бұлар тек қана көбінесе стафилококкты емдеу үшін қолданады. Өйткені бұларда стафилококктың бөлетін бета-лактамазасына қарсы арнайы бүйірлік тізбектер болады. Құрылысында ерекшелік бар. Сондықтан да бұлар стафилококқа жақсы әсер етіп, именно осы стафилококкты инфекцияларды қолданады. Одан кейін кең спектрлі ампицилин, амоксициллин бұлар грамм теріс бактерияларға енеді. Бірақ бұлардың барлығы көбінесе бета-лактамазаға сезімтал болып келеді. Одан көк реңді таяқшаға қарсы заттар, немесе псевдомонаға қарсы заттар деп бөлінеді. Бұларда бета-лактамазаға сезімтал, бірақ бұлардың әсер ету механизмі кең. Грамм 10, грамм теріс бактерияларға да және анаэробты бактерияларға да әсер етеді. Көк реңді таяқшаға қарсы әсер еткендіктен бұны пневмония кезінде, сепсис кезінде де қолдануға болады. Одан кейін пенициллиндердің жалпы жаңа мәселелері ол макулопапулярлық бөртпе, Стивен Джонсон синдромы және терідегі әртүрлі аллергиялық реакцияларды осы пенициллиндер тудырады. Одан кейін бізде және айттық, жартылай синтетикалық пенициллиндер бар. Олардың ерекшелігі бета-лактамаза бөледі микроорганизмдер, ал осы бізде бета-лактамаза қарсы арнайы заттар бар. Олар бета-лактамазаның тежегіштері клавулон қышқылы, сүлбақтам, тазабақтам. Бұлар жалғыз бергенде бұл препараттар ешқандай әсер көрсетпейді. Бұлар тек қана және микроорганизм бөлетін бета-лактамазаны тежейтін әсер көрсетеді. Яғни біз пенициллиндермен осы бета-лактамазаларды қосып берген жағдайда ол пенициллиндердің антибиотиктердің әсер етуі өте жақсы болады. Резистенттілігі онша дамымайды. Сондықтан да осы бізде жартылай синтетикалық пенициллиндер шыққан. Бұлар мысалы амоксициллин мен клавунат қосылып, амоксиклав, панклав, ранклав деген препараттар шыққан. Бұлар жаңағы пенициллиндерге қарағанда бета-лактамазаға, яғни микроорганизмдердің бөлетін уытты ферментіне тұрақты. Сондықтан да осы жартылай синтетикалық пенициллиндер шығарылған. Бұлардың қолдану көрсетілімдері әртүрлі имплантация алдында инфекциялық процестерді, периодонтиттердің жіті және созылмалы өтетін түрлерін, дентал альвеоларлы абсцесстерді, бет және жақ аумақтардың іріңді қабыну ауруларын емдеу үшін қолданамыз. Одан кейінгі топ бізде цефалоспориндер. Цефалоспориндер олар негізі 5 топқа, 5 буынға бөлінеді. Және 4 буын берілген, 5-ші буын жақындарына шықты. Бұл бірінші буын, бұл буындар қалай ерекшеленеді? Яғни бірінші буын олар тек қана грамм 10 препараттарға, грамм 10 микроорганизмдерге ғана әсер етеді. Ал олардың буын өскен сайын олардың спектрі, әсер ету механизмі көбейеді, яғни уыттылығы да жоғарылайды. Сонымен қатар басқа микроорганизмдерге әсер етуі де жоғарылайды. Бірінші топ бұл цефазолин, цефалоксин, цефалоредин. Бұлар көбінесе стафилококқа қарсы әсері бар. Сонымен қатар грамм теріс, грамм 10-ға ғана әсер етеді, бірақ грамм теріске бұлар әсер ете алмай, өйткені грамм терістен бөлінетін бета-лактамазалардан бұлар ыдырап кетеді. Бұлардың негізгі қолданылуы көбінесе жәнелдегі хирургиялық операциялардың алдында қолданады, яғни тері инфекциялардың алдын алу үшін цефазолинді осы операциядан алдын беріледі. Одан екінші топ, бұл екінші топ бірінші топқа қарағанда әсер етуі мықтырақ, әсер етуі кеңдеу. Олар қолданғанда лейкопения, тромбоцитопения болады. Бета-лактамазаға қарағанда төзімдірек. Бұлар грамм теріс бактерияларға да әсер етеді және анаэробты флораға да әсер етеді. Одан үшінші топтың препараттары. Үшінші топтың препараттары бұлар грамм теріс флораға өте жақсы әсер етеді. Гематоэнцефалдық тосқауылдан және плаценталық тосқауылдан жақсы өтеді. Сонымен қатар
бұлар әртүрлі тері ауруларында, сепсис, пневмония кезінде бұларды қолдансақ болады. Одан кейін төртінші топтың цефалоспориндері, олар цефпирон, бета лактамазға жоғарғы тұрақтылы әсер етеді. Бұлардың қолдануы арнайы стафилококкты инфекциялардан. Бізде золотой стафилококк дегеніміз бар. Олар өте мықты микроорганизмдер. Осыларды емдеу үшін көбінесе осы төртінші буын цефалоспориндері қолданылады. Одан кейін бесінші топтікі жақында шықты. Ол келмейді РК-да көбінесе. Одан кейін цефалоспориндердің жанама әсерлері, аллергиялық реакциялар, лейкопения, нейтропения, қанталаулар байқалады. Препараттардың әсерінен науқаста алкоголь жақпауы мүмкін. Өйткені бізде алкогольді көбінесе этанол түзеді. Этанолдың ацетил алдегид түзіледі. Ацетил алдегидтен ацетат түзіледі. Ацетат ол сыртқа шығып кетуі керек. Осы ацетил алдегидтен ацетат түзетін ферментті осы цефалоспориндер жойып тастайды. Сондықтан да одан ацетил алдегид организмде жинала береді, ол өтті әсер көрсетеді. Сондықтан да цефалоспориндер мен алкогольді бірге қолданбаған дұрыс. Сонымен қатар жоғары мөлшерде қолданғанда нефротоксикалық әсері бар. Одан кейінгісі монобактамдар, азретонам. Бұл резервті препарат, тар спектрлі, көбінесе грамм теріс бактерияларға әсері жақсы. Өйткені бұлар жәнелегі грамм онға қатты әсер етпейді. Именно грамм теріске ғана әсер етеді, тар спектрлі. Бұлар пенициллинді байланысатын ағуыз 3-пен байланысады. Бұлар тек қана теріс бактериялар кездескендіктен грамм онға бұлар әсер етпейді. Және де бұлар көк ірің тайғыштарды емдеуде, және грамм теріс бактерияларды емдеуде жетекші орындарды алады. Бұлар резервті препарат, өйткені оттылығы бұлардың өте жоғары. Сондықтан да бұларды қатты қолданбаймыз, тек қана мысалы пенициллинге бірінші қолданып көреді. Егер пенициллинге науқаста резистенттілік болған болса, осы монобактамдарды береді. Яғни пенициллинді алмастырушы қызмет атқарады осылар. Келесілер, олар карбапонимдер. Карбапонимдер ол бактериялық бета-лактамазаның әсеріне тұрақтылығы бар резервтегі препараттар, белсенділігі бойынша кең спектрлі және әртүрлі жерде орналасқан ауыр инфекцияларда қолданады. Бұларға имипенам, миропенам, эртапенам, дорипенамдар жатады. Бұлардан ерекшелігі бұл кең спектрлі, грамм оңға да грамм теріске де әсер етеді. Псевдомалар, энтеробактериялар және анэробты микроорганизмдерге де әсер етеді. Бұлардың жалпы жанама әсерлері әртүрлі нейротоксикалық, немесе орталық жүйесінің тежелуі мүмкін. Карбапонимдердің сонымен қатар диспепсиялық, немесе жүрек айну, тері бөртпес және аллергиялық реакцияларды шақыруы мүмкін. Ал мынау жалпы бета-лактамды антибиотиктердің дифференциалды салыстырмалы түрлеріне байланысты жасалған кесте. Осыған қарап бір оқуларыңызға болады. Бұларда пенициллиндер, ампициллин, одан кейін стафилококкқа қарсы препараттар, одан кейін карбапонимдер, монобактамдар берілген. Осыдан кейін келесі препараттарға көшейік. Бізде келесі препараттар ол ағуыз синтезінің ингибиторлары. Енді бізде ағуыз синтезі микроорганизмдер қалай болады? Ең алдымен бізде ДНК-дан РНК-ға, ақпараттық РНК-ға ақпарат көшіріледі. Яғни ағуыз синтезі дегеніміз ол микроорганизмдер көбеюі. Олар қалай көбейеді? Ең алдымен ДНК-дан ақпараттық РНК-ға